Жаратылыштану сабағы 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы жануарлар класының өкілдерін ажырату. Бүгінгі сабақта балалар жануарлар класының өкілдерін ажыратуды білетін боламыз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Аспанымыз ашық болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толсын. Жаратылыштану пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Бүгін сабақта балалар біз 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ сүтқоректілер тобы, екінші топ құстар тобы, үшінші топ балықтар тобы боламыз. Ал енді балалар экрандағы суретке мұқият назар аударайық. Мысалы, ғаламшарымыздағы барлық жануарлар 2 топқа бөлінеді. Ішкі қаңқа мен омыртқа жотасы жоқ ұсақ жануарларды жәндіктер деп атайды. Ендеше балалар қаңқа мен омыртқа жотасы жоқ ұсақ жануарларды жәндіктер деп атайды екен. Ал ішкі қаңқа мен омыртқа жотасы болса, олар жануарлар тобына жатады. Жануарлар тобына жататындар балықтар, бауырымен жорғалаушылар, қосмекенділер, құстар және сүтқоректілер. Бұл көбелек. Көбелек дене бөліктермен таныс болайық. Көбелек жәндіктер тобына жатады. Мұртшасы, басы, кеудесі, аяқтары, қанаттары және көбелектің құрсағы болады. Жәндіктер денесі бас, кеуде және құрсақ бөлімдерінен тұратын омыртқасыздар. Оларды алғашқы қанатты және қанатсыз жәндіктер деп 2-ге бөледі. Денесін тығыз қабықша жапқан. Бұл балықтар, балалар. Балықтың басы, желбезек қақпағы, кеудесі, жүзбе қанаттары, құйрығы, қабыршақтары болады. Балықтар суда тіршілік етеді. Денесін қабыршақ жапқан. Желбезектер арқылы суда еріген оттегімен тыныс алады. Көптеген балықтардың көру, есту, иіс сезу мүшелері жақсы дамыған. Денесінің пішіні әртүрлі: ұршық, жебе, дөңгелек, жылан, таспа, шар тәрізді. Қосмекенділер бұл бақа. Басы, денесі, 2 жұп аяғы болады. Қосмекенді сөзін осы атаудың өзі бұл жануарлардың құрлықта да, суда да тіршілік ететінін білдіреді. Қосмекенділердің дернәсілдері суда тіршілік етіп, желбезектермен тыныс алады. Бұл кесіртке, балалар. Кесіртке бауырымен жорғалаушылар тобына жатады. Басы, мойны, денесі, құйрығы және 2 аяқтары бар. Бауырымен жорғалаушылар бауырын жерге тигізіп, жорғалап немесе ирелеңдеп қозғалады. Олар салқынқанды жануарлар тобына кіреді. Жорғалаушыларға денесін қыздыру үшін күн сәулесі қажет. Ауа райы салқындағанда көбінесе ұйқыға кетеді.
Оларға кесіртке, жылан, тасбақа, қолтырауын тағы да басқа жануарлар жатады. Бұл құстар. Басы, тұмсығы, денесі, аяғы, құйрығы және екі қос қанаттары бар. Құстар омыртқалы жануарлардың ұшуға бейімделген тобы. Олар тұмсығы, кейбірі тұяғы арқылы қорегін ұстайды, ұя салады, жауларынан қорғанады және балапандарын қоректендіреді. Құстар үш топқа бөлінеді: жүгіретін, жүзетін және ұшатын құстар болады. Мысалы, ұшпайтын құстар. Ұшпайтын құстарға түйеқұс және пингвиндер жатады. Ең ірі құс түйеқұс. Бұл құстың қанаты жақсы жетілмегендіктен ұша алмайды, бірақ ол тез жүгіреді. Ал пингвиндердің қанаты ескекке айналған. Олар құрлықта сылбыр жүріп, суда тамаша жүзеді. Бұл қаздар. Бұрынғы кезде қаздарға қарап ауа райын болжаған. Қаздың суға сүңгуі жаңбыр жауатындығын білдірген. Сынар аяғымен тұруы немесе басын қанаттың астына тығуы қатты суық болатынын білдірген. Суретте балалар біз сүтқоректілерді көріп тұрмыз. Сүтқоректілерге арыстан, піл, жарғанат, кит, тағы да басқа жануарлар жатады. Сүтқоректілерге ұрпағын тірі туып, сүтімен асырайтын омыртқалы жануарлар жатады. Олар әртүрлі ортада, құрлықта, суда, ауада, кез келген жағдайда және түрлі климатта тіршілік етуге бейімделген. Сүтқоректілердің көпшілігінің денесі түкпен қамтылған. Дене температурасы тұрақты, миы жақсы жетілген. Басым бөлігінде сыртқы құлақ қалқаны бар. Дыбыс толқындарын сол арқылы қабылдайды. Ең ірі жануарлар суда киттер, құрлықта пілдер болып саналады. Ендеше балалар, сергіту сәтіне кезек берейік. Көз, шаш, құлақ, ауыз. Ал енді балалар. Биле, 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 биле. Қол, аяқ, бел, иық. Ал енді балалар. Биле, 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 биле. Көз, иық, бел, тізе. Ал енді балалар. Биле, 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 биле. Биле, 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 биле. Жарайсыздар балалар. Енді кезікті тапсырмаға көңіл аударайық. Бүгінгі сабақта балалар біз құстардың 3 топқа бөлінетінін білдік. Олар жүгіретін, жүзетін және ұшатын құстар.
Ендеше балалар, суреттерге қарап, құстарды өз тобына жапсырайық. Жарайсыздар балалар. Жүгіретін құстар ол түйе құстар. Жүзетін құстар олар пингвиндер. Ал ұшатын құстар бізде өте көп, иә? Оларды атап айтсақ, мысалға, қаздар, үйректер, торғайлар, көкектер, тағы да басқа көптеген құстарды айтуға болады. Келесі тапсырма балалар, біз креативті матрица кестесін толтырайық. Осы кестеде балалар жануарлар класының өкілдерінің ерекшеліктерін дұрыс тауып, тиісті түспен бояйық. Жарайсыздар балалар, өте тамаша. Енді балалар үй тапсырмасын алайық. Өзің тұратын өлкеде қандай жануарлар мен құстар бар, және олардың суреттерін салып, олар туралы айтуға дайындалып келейік. Енді балалар, бүгінгі сабақта алған әсерлеріңізбен бөлісуді сұраймын. Бүгінгі сабақта сабақ ұнады, сұрағыңыз болса, сұрағым бар, немесе түсінбеген сұрақтарыңыз болса, мен түсінбедім деп өз ойларыңызды айтуды сұраймын. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.